Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сендердің сұрауларыңыз бойынша органикалық қосылыстар туралы бірнеше тақырыптар қарастырамыз. Оның ішінде біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік көміртектер, біріншілік, екіншілік, үшіншілік аминдер, бір атомды, екі атомды спирттер және бір негізді, екі негізді карбон қышқылдар дегенді түсіндіруге тырысамыз. Мысалға, алдымен көміртектің қосылыстардағы реттілігін анықтап көрейік. Яғни көміртек қосылыстарда біріншілік, екіншілік, үшіншілік және төртіншілік болуы мүмкін. Оны анықтау үшін біз сол көміртектің айналасындағы сутектерге қарастырсақ болады, немесе анықтама бойынша қарастыратын болсақ, ол әлдеқайда дұрыс болады еді. Яғни біріншілік көміртек дегеніміз біз таңдап тұрған көміртектің айналасында басқа бір ғана көміртек орналасу керек. То есть біз бір көміртек таңдасақ, ол басқа бір ғана көміртекпен байланысу керек. Мысалға, ол ондай көміртектеріміз мынау және мынау. Яғни осы таңдап тұрған көміртектеріміз айналасында тек қана бір ғана көміртек бар. Мына көміртектік ол мынау, мына жақта көміртектік ол мынау, былай және былай. То есть біз таңдап отырған көміртегіміз бір ғана көміртекпен байланысса, оны біз біріншілік көміртек дейміз. Ал егер біз таңдап тұрған көміртегіміз екі көміртекпен байланысып тұрса, онда оны екіншілік көміртек дейміз. Яғни олар бізде мыналар. Мына екі көміртегіміз. Яғни мына көміртектің екі шетінде көміртек бар, мына көміртектің тоже екі шетінде көміртек бар, оларды біз екіншілік көміртек дейміз. Тура осылай логикаға сүйеніп баратын болсақ, үшіншілік көміртек дегеніміз оның айналасында үш көміртек орналасу керек. Яғни оларымыз үшіншілік көміртегіміз ол мынау және мынау. Айналасында 1, 2, 3 және 1, 2, 3 көміртек бар. Осындай көміртекті біз үшіншілік көміртек дейміз, органикалық қосылыста. Және ең соңғысы төртіншілік көміртек, оның айналасында 4 көміртек орналасу керек. Ол яғни ортасында бізде жалғыз тұрған көміртек. Қысқаша анықтау жолдарының бірі ол сутектердің санына қарау. Бірінші көміртектерде оның айналасында 3 сутек орналасады, қарайтын болса. Екіншілік көміртектерде олардың айналасында 2 сутектен орналасады. Үшіншілік көміртектерде оның айналасында 1 сутектен, ал төртіншілік көміртекте мүлдем сутек болмайды. Осы көміртектердің реттілігі ең бірінші қолданылатын жері ол сендерде спирттерде. Спирттерге қарап сендерге біріншілік спирт, екіншілік спирт немесе үшіншілік спирт анықтаңдар деген теориялық сұрақтар өте көп келеді. Осыған қарайтын болсақ, біріншілік спирт дегеніміз біз OH тобы, яғни спирттерге ерекше болып келеді функционалдық тобы. Егер де сол OH тобы біріншілік көміртекке қосылса, онда біз біріншілік спиртті аламыз. Яғни OH тобы мына көміртекке қосылып тұр. Бұл көміртектің айналасында бір ғана көміртек бар, сәйкесінше бұл бізде біріншілік көміртек болады, спиртіміз біріншілік спирт болып аталынады. Екінші жағдайда мына OH тобымыз мына көміртекке байланысты тұр, ол көміртектің айналасында 2 көміртек бар, сәйкесінше бұл көміртегіміз екіншілік көміртек болып есептелінеді, онда бұл спиртіміз бізде екіншілік спирт болып аталынады. Және ең соңғысы, егер де OH тобымыз бір көміртекке байланысып, ал көміртегіміз үшіншілік көміртек болатын болса, яғни оның айналасында 3 көміртек бар. Ондай кезде бұл спиртті үшіншілік спирт деп атаймыз. Бірақ та бұл жерде абай болу керек, сендерде төртіншілік спирт жоқ. Өйткені төртіншілік спирт болатын болса, онда сендерде көміртектің айналасында 4 көміртек орналасу керек, ал OH келетін болса, ол 5-ші болып кетеді, көміртектің варианттілігі максимум 4-ке дейін ғана барады. Сол үшін сендерде төртіншілік спирт деген болмайды. Тура осындай реттілік сендерде тағы да аминдер тобына келген кезде анықталынады. Аминдер тобына келетін болса, ол жерде де бізде біріншілік амин, екіншілік амин немесе үшіншілік амин деген бар. Бірақ та ол жердегі реттілік бағанағы көміртектің реттілігімен мүлдем басқаша болып келеді. Ол жерде басқа ережені түсінуіміз керек болады. Аминдер дегеніміз ол бізде аммиак деген молекуланың туындысы. Яғни аммиак деген молекуланың формуласы ол сендерде NH3, яғни ортада азот, айналасында сутектері бар. Сәйкесінше осыдан біз аминді аламыз. Егер де біз осы аммиактан бір сутекті алып тастап, оның орнына R-ді орналастыратын болсақ, яғни радикалымызды, онда біз біріншілік аминді аламыз, яғни оның формуласы RNH2 болады. R-дің орнына CH3, метил, C2H5, этил, немесе пропил, CH7, яғни кете береді, әртүрлі радикалдар орналасуы мүмкін. Бұл жағдайда біз біріншілік аминді аламыз. Егер де аммиактан біз 2 сутекті алып тастап, оның орнына радикалды қоятын болсақ, онда біз екіншілік аминді аламыз, яғни R2NH. Ал егер де біз үшінші сутекті алып тастап, оның орнына радикал қоятын болсақ, онда біз үшіншілік аминді аламыз, яғни R3N.
Яғни сендерге біріншілік, екіншілік немесе үшіншілік аминді алып сұрайтын болатын болса, тура осы ережені қолдану керек болады. Бұл ережедегі ерекшелік бастапқыда біздің формуламыз NH3 болғандықтан, басқа жерлерде сендерде радикал мен сутектің санын қосқан кезде әрдайым 3 деген сан шығып отыр керек. Яғни бірінші жағдайда радикалымыз біреу, сутек екеу, жалпы бізде 3 деген сан шығып отыр. Екінші жағдайда R2 H1, яғни ол жерде тоже 3 деген шығып отыр. Үшінші жағдайда толықтай орын басу, то есть радикалдармен ол жерде тоже бізде 3 деген шығып отыр. Яғни бізде бірақта бұл арқылы біз тек қана А, Б, С вариантын жасай аламыз да, ал тест кезінде мысалы D, E варианттарында сендерде мысалы R2, NH2 немесе мысалға R, NH деген варианттардың біреу болып қалуы мүмкін. Бұндай вариантты сразу алып тастаймыз, өйткені R мен H-тардың қосындысы сендерге никак 3 деген санды бере алмайды. Соңғысы бізде қолданылатын ол бір атомды, екі атомды немесе көп атомды спирттер және бір негізді немесе екі негізді қышқылдар болып есептеледі. Ең оңай бізге алдымен бір негізді және екі негізді қышқылдарды қарастырайық, өйткені биорганикада біз білеміз. Бір негізді қышқылдар мысалға H-хлор, HNO3, H-фтор деп аталынады, сондай қосылып жатқызса болады. Екі негіздіге H2SO4, H2CO3, үш негіздіге мысалы H3PO4 жатқызса болады. Яғни ол жерде сутектің санын есептеп жатыр. Карбон қышқылдарында тура солай. Бір негізді дейтін болса, ол жерде CO3-тердің саны бір талғанда болу керек, мысалға сірке қышқылы. Ал егер де бізге екі негізді карбон қышқылын алатын болсақ, онда ол жерде CO3-тердің саны екі тал болу керек, мысалы ретінде шәуілевая кислотаны алса болады. Шәуілев қышқылын алса болады. Келесі бір атомды, екі атомды, үш атомды немесе көп атомды спирттер деп аталынады. Ол жерде біз тек қана OH-тардың санына байланысты, яғни бір молекуланың құрамында бір OH болатын болса, онда ол бір атомды спирт болады, мысалға этил спирті. Егер де бір молекуланың құрамында екі OH тобы болатын болса, онда оны біз мысалға этилен гликольді алсақ болады, оның құрамында екі OH бар, ол яғни екі атомды спирт. Ең соңғысы көп атомды немесе үш атомды деп атайтын, ол бізде глицериннің молекуласы. Глицериннің молекуласында 3 OH тобы бар, сәйкесінше оны біз көп атомды немесе 3 атомды спирт дейміз. Так, балалар, егер де тағы да сұрақтарың болатын болса, қосымша темаларың болатын болса, оның барлығын астында комментария жазыңыздар, немесе көрсетілген Instagram немесе WhatsApp желілеріне жазыңыздар, барлықтарыңызды күтеміз. Және міндетті түрде лайк, комментарий және достарыңызбен бөлісіңіздер, ол бізге өте көмектеседі.